Айдың дүниеге келуі. Есте жоқ ескі заманда халқы әл ауқатты, гүл бақшаға оранған бір арал бар еді. Бұл аралды өзін өте жақсы көретін, қаталды қатыгез, өте қытымыр, қызғаншақ бір патша басқарды. Әлгі патшаның ай десе аузы бар, күн десе көзі бар сұлу қарындасы болды. Қыз бой жетіп тұрмыс құратын жасқа жетсе де, патша ағасы оны тұрмысқа беруден тартынып, үнемі әртүрлі сылтаулармен рұқсат бермейді. Өйткені қарындасына ешкімді тең көрмейтін. Сөйтіп жүргенде патшаның қарындасы сол елдің ішіндегі Яқызан атты бір жігітке көңіл ауады. Бірақ қорыққандықтан ешкімге тіс жармай сырын ішіне бүкті. Махаббатта шек болсын ба? Күндердің бір күні екі жас өздерінің жергілікті дәстүрлеріне сай құпиялай некелесіп алды. Біраз уақыттар өткен соң әлгі қыз босанып, шекесі торсықтай бір ұл тапты. Атын Хай деп қойды. Бала екеуінің жасырған құпияларының ашылатынына айғақ болып, ағасы өлтіреме деп әйелдің зәре-құты қалмады. Егер патша бұлардың құпиясын біліп қойса, үшеуі де өмірмен қош айтысады деген сөз. Сондықтан мұны ешкімге білдірмей, баладан құтылу керек деп шешті. Анасы бір күні Хайды әбден емізген соң ағаш сандықтың ішіне жақсылап бөледі. Ішіне су кіріп кетпесін деп аузын берік бекітті. Сенімді бір қызметші құрбысымен екеуі сандықты ешкімге байқатпай теңіз жағасына келді. Жүрегі өрттей жанып барады, іші қанжылап тұр. Сәбиім өліп қалар ма екен деген уайыммен тұла бойы тітіркеніп кетті. Алайда басқа шара жоқ. Жалғыз сүйенері Хақ тағала. Қол жайып жаратқанға жалбарынды. Раббым, бұл баланы жоқтан бар еттің. Құрсақтың қараңғылығында ризығын өзің бердің. Дүние есігін ашқанға дейін өсіп жетілуіне өзің жәрдем еттің. Енді міне, қаталды қатыгез залым патшаның зұлымдығынан қорқып, баламды өзіңнің қамқорлығыңа тапсырмақшымын. Оған мейіріміңді төк, залым патшаның қолына түсіре көрме. Шарасыз ана мінәжат жасап болды да, сәбиімен қоштасып сандықты теңізге жіберді. Баланы теңізге тастаған күн, теңіздің жылда бір мәрте асау толқындары көкке шапшып таситын күн екен. Таудай толқындар сандықты дереу алып қашып, бірінен біріне доптай лақтырып отырып, ел жоқ, күн жоқ бір аралдың жағасына апарып тастады. Теңіздің таудай толқындары бейне бір өзінің міндетін атқарып жатқандай, сандықты жел соқпайтын, жауын ұрмайтын, көлеңкесі бар, топырағы мамық, жыңғылдары шырмауықтай шырмалған, көңіл күйге жағымды бір орманның ортасына қарай жеткізді. Сәлден соң теңіз дауылы басылып, толқындар сандық қалған жерден ақырын кейін серпіліп тартылып кетті. Біраздан соң жел тұрып сандық жатқан орман мен теңіздің арасына қорғандай боп құм үйіліп қалды. Бұл құмдар орманның ішіне енді қайтып теңіз суын кіргізбейтіндей тосқауыл болып қалды. Сандықтың тақтайлары мен шегелері асау толқындар бірінен біріне лақтырғанның салдарынан әжептәуір босап, шашылып кетуге дайын халге жеткен еді. Әбден қарны ашқан бала шырқырап жылап қозғалақтай бастады. Орманды басына көтеріп жылап жатқан баланың даусын жақында ғана баласынан айырылып, жер бауырлап жатқан киіктің құлағы шалды. Ол әлгі дауысты іздеп шарқ ұрды. Ақырында сандықты тауып алды да, дауыстың сандықтан шығып жатқанын түсініп, тұяғымен сандықтың тақтайларын тепкілей бастады. Онсыз да әрең тұрған тақтайлар салдырлап, сандықтың аузы ашылып кетті. Киік сандықтағы баланы өзінің баласы деп ойлап, оның аузына емшегін тосып сүт берді. Тәп-тәтті жып-жылы сүтіне баланы әбден тойдырды. Өзі баланы тастап ешқайда шықпайтын болды. Тамақ беріп, шама шарқынша қамқорлық көрсетіп өсіруге кірісті.